Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжінің қазақ әдебиеті пәнінің оқытушысы Сағынбекова Фариза Асанғалиқызы. Сабақтың тақырыбы Қасым Аманжолов. Сабақтың мақсаты Қасым Аманжоловтың өмірі мен шығармашылығына шолу жасау арқылы жеке тұлғасын таныту, ақын шығармашылығына қызығушылық ояту. Білім алушылардың талдай, түсіне оқу, тақырыпты қорыта алу, пікір білдіру дағдыларын қалыптастыру, рухани танымдарын кеңейту, туған халқының талантты ақынына, әдебиетіне, туған еліне деген сүйіспеншілік сезімін оятып, адамгершілікке тәрбиелеу. Сабақтың эпиграфы: Хакім Абай қазақ жырының қасиетті алатауы болса, ақиық ақын Қасым қазыналы Қаратауы. Серік Ақсұңқарұлы. Аманжол Рақымжанның Қасымымын, мен қылған бір атаның ғасырымын деп, ақын өзі жырлағандай, алдымен ақын шежіресімен танысып алайық. Ақынның руы арғын қаракесек, қаракесектен қара, қарадан оразқұл, оразқұлдан ақжол, ақжолдан алакөшек, алакөшектен аманжол, аманжолдан рақымжан, рақымжаннан қасым. Қасымның анасы Айғанша, әйелі Сақып Жамал және қыздары Жанна мен Дариға. Дауылды жырдың дауылпазы, қыран қанатты ақын Қасым Аманжолов қазіргі Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Қызыл деген жерде 1911 жылы дүниеге келеді. Майданнан өлеңмен жазған ағайыма деген хатындағы қыз, қыстау, атамекен Қызылдағы деген қызыл сол туған жері. Әкесі де сонда қайтыс болады. Жас болса да Қасым соның бәрін есінде жақсы сақтап қалған. Әке шешеден жастай жетім қалған ол біраз жыл ағасының қолында өседі. Алғашында жаңадан ашылған ауыл мектебінде оқып, сауатын ашады. Кейін 1924 жылы ағасы Қасымды Семей қаласындағы интернатқа орналастырады. Қасым онда 1927 жылға дейін тәрбиеленеді. Одан әрі қарай 3 жыл Семей мал-дәрігерлік техникумында оқиды. Алғашқы өлеңдерін де осы кезде жазады. 1930 жылы Алматыға келіп, біраз уақыт Лениншіл жас газетінде істейді. 1931 жылы Ленинградтағы орман шаруашылығы институтына түсіп оқиды. Бірақ денсаулығына байланысты және түскен оқуын да онша ұната қоймағандықтан, бірер жылдан кейін елге оралып, Орал қаласында Екпінді құрылыс газетіне қызметке орналасады. Қасымның арынды ақын ретінде қалыптасуына Орал қаласының тигізген әсері ұшан теңіз. Осы өңірде жүріп ол ең алғашқы алаулаған махаббат туралы, жалынды жастық жайындағы жырларын дүниеге әкелді. 1935 жылы Оралдың театр труппасын ұйымдастырып, оның жұмысын іскерлігінің, шығармашылық әлеуетінің арқасында дөңгелетіп әкетті. Бұл труппа тез өсіп, аз уақыт ішінде театр болып құрылды. Осы кездері ақынның әншілік, артистік қырлары кеңінен танылған болатын. Ал 1936-1941 жылдары Қасым Аманжолов Алатау баурайындағы ару қала Алматыға барып, сол кездегі бас басылымдар болып саналған Социалистік Қазақстан, Лениншіл жас газеттерінде, Жазушылар одағында қызмет атқарады. Осында жүріп, яғни 1938 жылы тұңғыш өлеңдер жинағын «Өмір сыры» деген атпен жарыққа шығарады. Ақынның өлеңдері: Дүние қандай жап-жарық, Сақып Жамал, күйім тасып барады, күйім тасып, жаным сәулем еркешім қызыл гүлім, үстімде сұр шинелім, жеңіс даусы, Орал, Ертіс, Сарыарқа, елге хат, туған жер, нар тәуекел, дауыл, орамал. Поэмалары: Ақын өлімі туралы аңыз, боран, біздің дастан, Жамбыл тойында, Қытай қызы, құпия қыз, Бикеш, Естай Қорлығайын драмалық дастандары.
Аудармалары: 1940 жылы Маяковскийдің 10 шақты өлеңін аударып, «Бар дауыспен» деген атпен жинақ етіп жариялады. Лермонтовтың «Маскарад» драмасын, Творовскийдің «Василий Теркин» поэмасын, Пушкиндің «Полтава» поэмасын аударған. Ақынның соғыс басталғаннан аяқталғанша қан майданда жүргенін барлығымыз білеміз. Басында қиыр шығыста тыныштық күзеткен қаламгер кейіннен батыстағы нағыз қан кешкен қырғынға аттандырылады. Қайсар Қасым жауынгерлік міндетін жан аямай атқарады, абыройлы болады. Соның нәтижесінде Орал, Сарыарқа, Байкал, өтіп бара жатырмын тәрізді тек Қасымның ғана емес, сол кездегі бүкіл қазақ поэзиясының жетістігі болып саналатын өлеңдері дүниеге келеді. Ақынның ерлікке, патриотизмге байланысты өлеңдерін 3 кезеңге бөліп қарастыруға болады. Бірінші кезең – соғысқа дейінгі поэзия. Бұл кезеңдегі өлеңдерінде ұлттық рух, ерлік, патриоттық сезім жырланады. Екінші кезең – соғыс кезіндегі поэзия. Бұл кезде дүниеге келген шығармалар жауынгерлерге күш-қуат беріп, жеңіске деген сенім отын тұтатты. Үшінші кезең – соғыстан кейінгі поэзия. Бұл кез ақын шығармашылығының өрістей түскен кезі болатын. Ақынның көзі тірісінде де, еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін де көптеген жинақтары жарыққа шығып тұрды. 1947 жылдан бастап Қасым қатты сырқаттанып, ара-тұра жатып қалып жүрді. Бірақ қандай ауыр халде жатса да, өлең жазуын тоқтатқан емес. Сырқаты дендеген кездерде Қасым өлеңдерінде өзінің ақындық өмірі туралы жазатын. Бұған дәлел оның өзім туралы өлеңі. Қасым ұзаққа созылған науқастан 1955 жылы қаңтардың 17-сінде қайтыс болады. Өмірден ерте кеткенімен Қасымның мәңгі жасайтын асыл жырлары қалды. Сол жырлары ақын атын өлтірмейді. Қарағандыда Қасым Аманжолов құрметіне көше аталған. Қарқаралы ауданындағы бұрынғы Фрунзе совхозына Қасым Аманжоловтың есімі берілді. Қасым өмірді сүйген ақын, майданда от кешкен, тұрмыс тауқыметін тартып, дертті болған ақын, еш мойымайды, күйзелмейді. Сөзі тозған жоқ, өлеңі ескірген жоқ. Қасым сол баяғы Қасым күйінде қала береді. Тахауи Ахтанов айтқандай, ақынның адал, шыншыл мінезі өзімен бірге өлген жоқ, тамаша өлеңдерінде жүр деген. Қасымды өртке тиген дауылдай өлеңдерімен біздің арамызда жүр деп сенеміз. Ақын өлеңдерінің болашақ жастарға берері өте мол. Үйге тапсырма. Қасым Аманжолов жаратылысы бөлек ақын тақырыбында эссе жазу. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.